Саламатсыздар ма, құрметті менің гүлсегіш достарым. Енді сіздерге мына бегония тигровая деген гүлді көрсеткім келіп тұр. Бұны бір көршімнен алып едім. Екі жапырақпенен кішкентай. Міне осындай болып бір жылда өсті. Былтыр алдым. Жапырағы өте әдемі. Бұған су шашпаймыз. Жапырағы қандай әдемі. Топырағы кішкене кепкен соң барып су құям. Бұлай көп су құя бермеймін. Жарықты жақсы көреді. Сол жарыққа қарай қисайып өсе береді. Сол жарыққа қарай айналдыра береміз бұлай. Өйтіп айналдырып қоям. Өте әдемі гүл. Құрғағанда суын құям. Болды, басқа дым жасап отырған жоқ. Удобрениеде даже бұған көп құйып отырған жоқпын. Қандай керемет гүл, ешқандай қиындығы жоқ. Енді мына жерде бір құттай түсіп тұрды. Жан-жағына түсіп өсу керек қой. Мына бүйтіп горшоктың астына майысып, міне мынандай болып, енді осы жерден алып, отростка жасап көрейін деп едім. Бұның жапырағын тек суға салып қойсаңдар тамырланады. Мынандай қылып алып, кесіп алып, субстрат топыраққа салып қойсаңдар тамырланып алып кете береді. Мен негізі о баста еккенде суға салған жоқпын, тамырландырған жоқпын. Сразу осылай топыраққа ектім де, осылай егіп тастадым. Даже үстінен банкіде жапқан жоқпын. Мини тепличка жасаған жоқпын. Солай тұрды, солай өсті, өзі өсіп кетті. Міне жан-жағына жайылып, осылай өсіп кетті. Қандай керемет, әдемі. Өзі осы бір түйір отырған. Бір гүлім осы бегония тигровая. Енді осыны көбейтейін деп едім. Мына жанындағысы түсіп тұр, мына. Соны алып, кішкене көбейтейін деп едім. Сосын көремін тағы да, арғарай қалай болатын. Бүгінше осы көрсетейін дегенім. Сау саламатта болыңыздар. Заман тыныш болсын, аман болайық. Пока-пока.